Бір күні түстен кейін Әмір мен оның кішкентай қарындасы Медина аулада ойнап жүрді. Күн жылы, аспан ашық. Медина қолына кішкентай доп ұстап алып, мәз болып жүгіріп жүр. Әмір болса қасында қарап, керек кезде көмектесіп қояды. Медина, допты қатты теппе, алыстап кетеді, деді Әмір. Медина басын изеді, бірақ қуанып тұрған соң допты қаттырақ теуіп жіберді. Доп домалап барып, ауладағы орындықтың артына кіріп кетті. Медина жүгіріп барып, орындықтың артына үмілді де, бірден тоқтап қалды. Ол жақта кішкентай күшік жатыпты. Қорыққандай болып ырылдап қояды. Медина шошып кетіп, «Аға!» деп Әмірге қарап қалды. Әмір бірден жүгіріп келді. «Қорықпа, Медина, ол жай ғана күшік», деді сабырмен. Медина ағасының артына тығылды. «Ол тістей ме?» деп сыбырлады. Әмір тізерлей отырып күшіктің көзіне қарады. Күшік те қорқып тұрған сияқты. Оның жүні шаң болып кетіпті. «Ол да қорқып отыр. Біз оған жамандық жасамаймыз», деді Әмір. Әмір айналаға қарап, жерден бір кішкентай нанның үгіндісін тауып алды да, ақырын ғана күшіктің алдына қойды. Күшік алдымен искеді, сосын жеп қойды. Медина таңырқап, «Ол нан жейді екен», деді. «Иә, ол аш сияқты. Біз үйден су әкелсек қайтеді», деді Әмір. Медина бірден қуанып, «Мен әкелем», деп жүгіріп кетті. Бірнеше минуттан соң Медина кішкентай ыдыспен су алып келді. Әмір оны күшіктің алдына қойып еді. Күшік су ішіп, тыныштала қалды. Медина күліп, «Ол енді жақсы болды ма?» деді. Әмір басын изеді. «Иә, қорықпа, бірақ қолыңды бірден созба, ақырын үйренеді», деді. Сол кезде аулаға бір апай келіп, «Балалар, мына күшік сендердікі ме? Мен оны жоғалтып алып едім», деді. Әмір күлімдеп, «Жоқ апай, бірақ біз оған су бердік, нан бердік, ол қорқып отырды», деді. Апай қуанып, «Рахмет, айналайындар, сендер өте мейірімді екенсіңдер», деді. Медина мәз болып, «Бұл біздің күшік емес пе?» деп күліп жіберді. Апай күліп, «Жоқ, бірақ сендер сияқты жақсы балалар кездессе, күшік те қуанып қалады», деді. Күшік апайдың жанына барып, құйрығын бұлғады. Апай күшікті алып кетіп бара жатқанда, Медина Әмірге қарап, «Аға, сен батырсың», деді. Әмір жымиып, «Батыр емес, мен тек сенің ағаңмын ғой», деді. Медина бірден құшақтай алды. «Менің ағам ең жақсы», деді. Әмір де қарындасын құшақтап, «Мен сені әрқашан қорғаймын», деді.